Саламатсыздар ма, құрметті бірінші сынып білім алушылар? Мен Жамбыл облысы Шу қаласы номер 49 бастауыш мектебінің мұғалімі Алтынбекова Нұргүл Раханқызы. Мен бүгін сіздермен математика пәні бойынша күнделікті өмірдегі есептеулер бөліміндегі ақша теңге тақырыбымен таныстыратын боламын. Оқу мақсатымыз 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңге тиындарымен түрлі тапсырмаларды орындау. Бүгінгі сабақта сіздер монеталардың не екенін білетін боласыздар, монеталардың түрлерімен танысатын боласыздар. Азық-түлік сатып алу үшін бізге ақша қажет. Қымбат емес заттарды сатып алу үшін біз монеталарды қолданатын боламыз. Ресей ақшасы рубль деп аталса, Қазақстанның ақшасы теңге деп аталады. Монеталар, олар әр түрлі болады. Монеталарды түсіне, жасалған материалына, өлшеміне және пішініне, монетадағы жазылған цифрларға қарай топқа бөлуге болады. Монетаның өлшемі бойынша ең кіші монета ол 1 теңге. Қазақстан Республикасының аумағында 1993 жылғы 15 қарашада сағат 8:00-ден бастап Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге айналысқа енгізілді. 15 қараша теңге күні. Теңге Қазақстанның ұлттық валютасы. Сіздерге тапсырма. Монеталар. Монеталарда бейнеленген сандардың өсу ретіне қарай оларды бір сызықпен жалғастырып қос. 1 теңгелік монетадан баста. Жауабында 1 теңге, 2, 5, 10, 20 теңге бар. Берілген заңдылықтарды сақтап, монеталарды орналастыр. Бірінші қатарда монеталардың өсу, екінші қатарда кему ретімен орналастырып жазамыз. Дескрипторы балалар. Бірінші өсу ретімен орналастырамыз, екінші сызық арқылы қосамыз, үшінші кему ретімен орналастырып дәптерімізге жазамыз. Енді балалар, осы тапсырманы орындап, маған түсіріп жіберіңіздер.